Hi guys, міне біз Present Perfect шағына да жеттік. Егер де осыған дейін көріп жатқан сабақтарыңыз методикасы ұнаса, онда пікірлерде бөлісіп, қазақша, ағылшынша жазып бөлісуді, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл бізге шынымен де бір қолдау, бізге мотивация ретінде жүреді. Сондықтан міндетті түрде пікірлеріңізді бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біз Present Perfect, яғни бұл біздің қазақ тілінде бұндай шақ жоқ. Тікелей аударатын болсақ, ол Present Perfect, яғни осы мінсіз шақ. Енді бірақ оған бастарыңыз қатырмай қойыңыздар. Бұны негізі бұл шақты түсіну үшін негізі бұның қалай жасалынатын және қай уақыттарда қолданатын білсеңіздер, сол жеткілікті. Онда кеттік жалғастырайық. Бірінші, бұл негізі Present Perfect Present деп айтылғанымен де бұл өткен шақпен, өткен шақта болған бір іс-әрекет, бірақ қазіргімен байланысы бар деп айтады. Әлі де түсініксіз деп ойлаймын, бірақ алдыңғы уақытта қазір сіздерге өзіміздің қарапайым тілмен айтқанда бәрін по полочкам қойып беретін боламын. Сондықтан мұқият сабақты қарап отырыңыздар, барлық зейіндеріңізді бөліңіздер. Бірінші past simple еске түсірейік. Past simple бұл өткенде аяқталып қойған іс-әрекет. Мысалға кешенің арғы күні, мысалға алдыңғы жылы, алдыңғы ай сияқты сондай мысалдармен аяқталып қойған. Мысалға айтайық, I did my homework. I did my homework yesterday. Мен кеше тапсырмасын жасадым. Бұл кеше болды, аяқталып қойған іс-әрекет. Кеше жұмысын жасап қойдым. For example, I went to the cinema. Кинотеатрға бардым. I went to the cinema last week. Яғни өткен апта мен кинотеатрға бардым. Яғни бұл аяқталып қойған бір іс-әрекет. Немесе тағы да бір мысал айтайық. Қалай еді? I listen. Дұрыс жетістікпен жасау керек. Қалай жасалынатын еді? I listen. Или жалғастыр. I listen to music. Түсінікті, бұл өткен шақта екен. Енді біздің қазіргі өтетін шағымыз ол present perfect. Яғни бұл шақты сіздерге бір түсіну үшін, бұл шақ негізі былай айтады. Бұл бұрында болған іс-әрекет, бұрында басталып, қазіргімен байланысы, қазір аяқталған іс-әрекет немесе. Қазіргімен байланысы және ең маңыздысы болған бұл результат. Қазір оны дұрыстап түсіндіретін болам. Сіздерге бар жоғы білу керек екі нәрсе бар. Біріншісі ол қалай жасалынатын білу керексіздер, яғни how to form, қалай дұрыс жасалыну керек екенін білу керексіздер. Екіншісі бұл қалай жасалынады, қандай кездерде қолданатын білсеңіздер, бұны қолданатын боласыздар. Негізі бұл present perfect шағы сөйлеу кезінде де қолданады, жиі қолданады. Кинолардан, бір кітаптардан қарасаңыздар, бұл енді present simple, present continuous, past simple сияқты жиі кездеспейді, бірақ та сонда да жиі кездесетін шақтардың бірі. Бұны жасау үшін бізге мынау керек. Қараңыз, етістіктің үшінші шағы енді бізге керек. Do, did, done. Естеріңізде ғой, өткен шақта сіздерге мынау did керек еді, екінші формасы. Істедім деп, жасадым деген сияқты. Енді сіздерге қазіргі керегі бұл мынау. Done деген жасалып қойды деген мағынада жүреді. Енді мысал келтірейік. I have, бұның жасалуы, have, has, оған етістіктің үшінші формасын қосасыздар. I have done my homework. Мен үй тапсырмасын жасап қойдым. I have done my homework. Present perfect шағы жалпы осылай жасалынады. Have, has, оған етістіктің үшінші формасын қоссаңыздар, сіздердің сөйлемдеріңіз дайын. Сіздер осындай жасалу керек екенін білесіздер. Енді қараңыздар, дұрыстап көрсетейін. Present perfect бұл бастауышқа have немесе has жалғайсыздар. I, you, we, they болған кезде have болады, he, she, it болған кезде has болады. Және етістіктің үшінші формасы өз қойым verb, verb 3, яғни үшінші формасы және verb ed. Етістікке ed жалғайсыздар, дұрыс етістік болмаса. Мысалға done деген, жасау деген етістікті алайық. Мысалға мен үй тапсырмасын жасап қойдым. I have done my homework. You have done your homework. We have done our homework. They have done their homework. He has done his homework. She has done her homework. It has done its homework. Мысалға, осылай қолданады. Have, has бар екен, және етістіктің үшінші формасының ed жалғайтынын жаттап алсаңыздар, бұл уже present perfect шағы екенін білесіздер. Енді бұл мен қазір мысалдар келтіретін боламын көбірек.
Енді нақты қай кезде қолданамыз, біз бұны қалай басқа жақтан ажыратамыз дегенге келейік. Бұл жерде сіздерге ең маңызды үш нәрсе бар. Бұл result, результат, қазіргі уақытта болу керек. Action, іс-әрекет, әйтеуір бұрында бітіп қойған, бірақ белгісіз. Time, not important, уақыты белгісіз. Past simple сіздер нақты бір уақыт білетін едіңіздер, мысалы кеше, алдыңғы апта деген сияқты. Бұл жерде ондай маңызды емес. Қараңыздар, мына жақта кестеде берілген. Action started. Бір іс-әрекет бұрынғы шақта басталады. Және қазіргі уақытта аяқталады, немесе осы кезде результат болады. Мысал ретінде келтірек, бұны ең бірінші қолдануы recently finished action. Recently finished action news. Яғни қазіргі уақытта бір результаты бар іс-әрекеттер туралы айтқан кезде қолданамыз. Бұған ең күшті мысал келтірейін. I have қазбен жасалынатын естіңізде ғой, lost my keys. Қараңыздар, мынақты жасалыну былай болды. Бұл түсініңіздер, бұл present perfect екенін түсініңіздер. Енді не үшін бұл кезде біз жай ғана I lost my keys деп айта салмаймыз. Мысалы, мынақты етістік lose, яғни жоғалтып алу деген сөз. Lost, үш формасын білу керек, және үшіншісін керек бізде. I have lost my keys. Бұл жерде қараңыздар. Бір, результат қашан? Қазір, міне қазір. Қазір сізде кілтіңіз жоқ, жоғалтып алдыңыз қазіргі уақытта. Бірақ та бұл іс-әрекет бұрында болды, сіз білмейсіз, бірақ маңызды емес. Time, not important. Сізге уақыт маңызды емес. Сіз оны кеше жоғалтып алдыңыз ба, 5 минут бұрын жоғалтып алдыңыз ба, алдыңғы жыл жоғалтып алдыңыз ба, бұл маңызды емес. Бұны айтып жатқан кезде былай. Ойбу, мен кілтімді жоғалтып алдым. Қазіргі уақыттағы результат маңызды. Результат қандай? Кілтіңіз жоқ. Бітті. Мамаң ұрсады, немесе біреу ұрсады, немесе далада қаласың. Қашан болғаны маңызды емес. Міне, іс-әрекет бұрында болды, басталды. Қазіргі уақыттағы результат, яғни нәтижесі, міне, result now, нәтижесі маңызды. Кішкене түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы да бір мысал келтіру керек. Мысалға, I have left my phone. Мына жақта left деген бұл leave деген сөз. Алдында бірінші жүзетістіктің алғашқысын жатқан кезде болды leave, екіншісінде left, яғни тастап кету. Үшінші формасы left. I have left, міне, мынаны көрдіңіздер, бұл present perfect шағы. Have, has, және етістіктің үшінші формасы. I have left my phone. Яғни результат қандай? Қазір, телефоныңызды ұмытып кеттіңіз. Қашан ұмытып кеттіңіз? Маңызды емес. Маңызды болып тұрған сіздің телефоныңыз жоқ. Сіз звондай алмайсыз. Сіз сөйлесе алмай қаласыз енді біреумен. Осы кезде present perfect шағын қолданамыз. Яғни, іс-әрекет бұрында басталған, бұрында болған, результат қазір, және маңызды болып тұрған ол қазіргі уақыттағы нәтижесі. Бұрын уақыты маңызды емес. Бірақ іс-әрекет бұрында болған. Енді тағы да бір мысал келтірейін. Екіншісі, немесе қараңыздар, мына жақта I have just left my phone. I have just left my home. Мен just деген жаңа ғана, только что деген сөз. I have just left my phone. Яғни осындай дабл сөздер болған кезде, сіз present perfect шағын қолданасыз. Яғни оны қазір сіздерге алдыңғы уақытта айтып кетемін. Мынандай just, already, yet деген, for, since деген сөздер бар. Соны көрсеңіздер, бұл present perfect шағы. Бұна тест жасайтындар үшін, сондайды көрсеңіздер, бұл present perfect шағы екен нақты, анық түсініп қойасыздар. Енді оған дейін, енді екінші қолдануын айтайын. Екінші қолдануы бұл action started and still happening. Бұл негізі көбінесе present perfect continuous шағымен қолданады, бірақ present perfect continuous деген шақ бар. Оны алдыңғы уақытта өтесіздер. Бұл жерде мынандай мысалдар келтіреміз. Қазір. Мысалға, I have known. Естеріңізде, have, has. Немесе айтайық, he мен жасау керек, мысалдарды сіз барын I мен жасап отырмыз. He болса қандай қолданамыз? Has қолданасыздар. He has known his friend for 2 years.
ол өзінің досын білгеніне 2 жыл болды. Ол бұрыннан бері қазіргі уақытқа дейін біліп келе жатыр. Және ол әлі де біле береді, білмей қалмайды, ол жалғаса береді. Сол action started, басталды, and still happening, әлі болып жатыр. Ол бола да беруі мүмкін. Бұл негізі көбінесе present perfect continuous жағында бұны нақтырақ ашатын боламыз. Бұл жерде сіздерге білу керек нәрсе мынау for. Және осыны басқаша айтқымыз келсе, былай да айтсақ болады. Since мысалға 2018. He has known his friend for 2 years. Немесе he has known his friend since 2018. Яғни 2018 жылдан бері біліп келе жатыр деп айтасыз. Немесе қанша жыл өтті? 2 жыл. 2 жыл бойы. Оны досын біліп келе жатқанына 2 жыл болды. Бұл жердегі ең маңыздысы, мына format since-ті түсіндіріп кетем. Көңіл бөлу керек нәрсе сіздерге жаңа айтып отқан нәрсем. Іс-әрекет бұрында басталған. Сіз бұрыннан бері білесіз, мысалға 2017 жылдан бері білесіз. Қазір айтып тұрсыз, мен досымды біліп жүргеніме 2 жыл болды. 2 жыл бойы мен оны білемін, жақсы танимын оны деген сияқты. Сол кезде осы present perfect жағы қолданады. Қайтадан басты бір логикасын түсініп алсаңыздар, іс-әрекет бұрында басталып, қазіргі уақыттағы нәтижесі маңызды. Жаңағыда айтқандай, мен кілтімді жоғалтып алдым. Мен досымды біліп жүргеніме 3 жыл болды деген сияқты. Осындай мысалдарда қолданады. Format since-ті дұрыстап түсіндірем. Енді үшінші қолданатын кезі, бұл мына келесі беттен түсіндірейін. Міне, үшінші кезі бұл have you ever. Have you ever дегенмен қолданады. Have you ever. Ол осындай сұрақ. Have you ever деген, have you ever және бұл жерге үшінші формасын қоясыздар. Мысалмен келтірейік, бұл орысша айтқанда когда-либо. Мысалға былай сұрақ қоясыздар. Have you ever been to London? Қараңыздар, сұрақ түрін өтеміз, мына жақта үшінші форма тұр, міне be, was, were және been үшінші формасы тұр. Қараңыздар, бұл жердегі маңызды айтқым келген нәрсе, бұл үшінші қолданатын кезі, бұл life experience. Life experience деген, яғни бұл бір өмірлік тәжірибеңізде жасап көрген, жасап көрмеген нәрсеңіз. Мысалға, осы уақытқа дейін сен Лондонда болып көргенсің бе? Бұрыннан бері маңызды болып тұрған нәрсе қазір айтып тұрсыз, результат. Результат қандай? Сен болып көрдің бе, болып көрмедің бе? Have you ever деген когда-либо. Have you ever been to London? Жауап берген кезде айту мүмкін, Yes. Қалай жасалынатын еді? I және have-ті ұмытпаймыз, Yes, I have. Үшінші формасы been to London. Мен барып кетсем, онда мен айтамын, Yes, I have been to London деп айтамын. Бармасам мен айтамын, No, I haven't. Бұны қазір болымсыз түрін түсіндірген кезде түсіндіремін, тағы да. I haven't been to London. Мен Лондонда болып көрмедім. Немесе бұны басқаша былай айтамыз. Мен ешқашан болмағанмын. I have never been to London. Мен Лондонда ешқашан болмадым. Бұл жердегі главный, ең маңызды нәрсе, айтқым келіп тұрған нәрсе, мынау. Іс-әрекет бұрыннан бері қазіргі уақытқа дейінгі нәтиже сұрайды. Сен жасап көргенсің ба? Мысалы, have you ever деген былай бөліп қойық. Бұл өмірде көп қолданатын сұрақ. Мысал айтасыздар ғой. Have you ever, тағы да бір мысал келтірейік. Have you ever eaten sushi? Мысалға айтасыз ғой. Сен ол суши жеп көргенсің ба? Have you ever eaten sushi? Мысалы, мен жеп көрмесем, ешқашан жеп көрмесем айтам. No, I have never eaten sushi. Бұл қалай жасалынып деп ұмытпаңыздар, мына жақта eat, екінші формасы қалай еді? Ate, үшінші формасы eaten. Осы да бізге керегі мынау үшінші формасы eaten деген. I have never eaten sushi. Яғни мен осы уақытқа дейін мен суши жеп көрмегенмін. Яғни осы уақытқа өмірлік тәжірибеңізде істеп немесе істеп көрмеген нәрсеңіз туралы сұраған кезде осы present perfect шағын, яғни have, has been сұрақ қойып сөйлем жасайтын боласыздар. Көп мысалдар келтірсе болады. Мысалға сен Абай Құнанбаев кітабын оқып көргенсің ба? Оқып көргенсің ба деп сұрағыңыз келсе,
Қалай сұрайсыздар? Тағы да бір соңғы бір мысал берейін. Have you ever, жаттамаңыздардан просто, have you ever деген жаттамаңыздар. Have you ever read Абай жолы? For example, Абай жолы. Сен осы Абай жолын оқып көргенсің ба деп сұрағыңыз келген кезде, міне, осы present perfect шақ қолданады. Тамаша. Бір қорытындылап алайық. Осы жерге дейін бір бекітіп алайық. Present perfect шағы жасалу үшін have has керек. Мына затесін бастауыштардан кейін have has, одан кейін етістіктің үшінші формасы немесе ed жалғап айтасыздар. Мысалға, I have done, she has done, for example. Нақты, when do we use this tense? Present perfect. Қашан қолданамыз? Іс-әрекет бұрында басталған қазіргі уақыттағы нәтижесі маңызды. Recently finished action, news. Қазір recently деген жақын арада аяқталған іс-әрекет. Мысалға айтасыз, I have lost my keys. Мен кілтімді жоғалтып алдым, қазір ғана жоғалтып алдыңыз. Бір былай айтқанда I lost my keys деп айтатын болсаңыз, past simple мен. Бұл мысалы кеше болуы мүмкін, айтасыз I lost my keys yesterday. Мен кеше кілтімді жоғалтып алдым деп отыра бересіз. Ал бұл жерде былай айтасыз, мен кілтімді жоғалтып алдым. Қазіргі уақыттағы бір проблема ретінде жаңалық сияқталып айтып отырасыз. Мысалы I have lost my keys. Мен кілтімді жоғалтып алдым. Жоқ результат. I have just left my phone. Мен только что жаңа ғана мен телефонымды тастап кеттім. Қазіргі уақыттағы результаты маңызы. The second one is action started and still happening. Іс-әрекет бұрында басталған, қайтадан бұрын мен қазіргінің ортасында бір байланыстырады секілді. And still happening. Қазіргі уақытқа дейін жалғасып жатыр. For example, he has known his friend for 2 years. Ол өзінің досын білгеніне 2 жыл болды. 2 жыл бойы оны біледі. Немесе he has known his friend since 2018. Ол 2018 жылдан бері біледі. Қайтадан іс-әрекет бұрында басталған, танысып, қазіргі уақыттағы результаты маңызды. Қазір қалай? Сіз білесіз, 2 жыл бойы білесіз, немесе 2018 жылдан бері білесіз. Осы нәрсе. Қайтадан бұрынғы мен қазіргі уақытта байланыс бар және қазіргі уақыттағы результаты маңызды. Үшіншісі бұл life experience, have you ever мен яғни. Сен осы уақытқа дейін жасап көргенсің ба, кітап оқып көргенсің ба, Абай жолын оқып көргенсің ба, сен суши жеп көргенсің ба, билеп көргенсің ба деген сияқты сұрақтар қойғыңыз келген кезде, осы present perfect шағын қолданасыздар. Мысалға, let's revise here. Have you ever been to London? Yes, I have been to London. No, I haven't been to London. No, I have never been to London. Have you ever eaten sushi? No, I have never eaten sushi. Have you ever read Абай жолы? Мен оққам деп айтсаңыз. Yes, I have read. Мен оққам. Yes, I have read. Намысы. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Сонымен бұл жердегі білу керек, ең маңызды 3 нәрсе бар, 3 кезде қай кезде қолданатынын білсеңіздер, сіз present perfect шағын қолдана аласыздар. Ең біріншісі өмірде көп қолданатын бұл қазіргі уақытта ғана аяқталған, бұрында басталып қазіргі уақытта аяқталған іс-әрекет. Ең маңыздысы не? Нәтиже, результат. I have lost my keys. Мен кілтімді жоғалтып алдым. Қашан жоғалтқаныңыз маңызды емес? Нәтижесі маңызды, кілт жоқ. Бітті проблема. Екіншісі бұл бұрында басталған іс-әрекет қазірде жалғасып жатыр. Мысалға, мен досымды білгеніме бұл жерде for және since деген жаттағаныңыздар. Мен досымды білгеніме 3 жыл болды. 2 жыл болды мысалға. Мен ағылшын тілін үйреніп жүргеніме 5 жыл болды деген сияқты. Үшіншісі бұл өмірлік тәжірибеңіз. Have you ever life experience? Осы уақыттан жасап көргенсің бе? Have you ever been to London? Yes, I have been, or no, I haven't been деген сияқты. Одан бөлек сіз present perfect шағын нақты анықтап алу үшін, ажырата алу үшін, осы time markers, уақытты білдіретін дабыл сөздерді білсеңіздер, тест болсын, қай жері болсын, сіздер жеңіл ажырата бересіздер. Already, уже. Яғни қазақшасы нақты білмеймін. Біз уже деп айта береміз ғой. Қазір мысалды ретінде келтірем. Just, қазір ғана, только что. Yet, әлі. Recently, жақында, недавно. Ever, когда-либо, жаңа мысал келтірдім. For және since. For деген бойы, since деген бері. Екеуінің қазір айырмашылықтарында айтып беретін боламын. Қазір мысалдардан бастайық. Бірінші, already-ден бастайық. Сіздерге қазір жақсырақ түсінікті болу үшін сіздерге көбірек мысал керек екен, деп ойлаймын. Өзім солай, қанша жыл бойы сабақ беріп келе жатырмын, сондай көп мысал керек екенін білемін. Мысал келтірейік. Мысалға, I have already done my homework. I have already done my homework. Қараңыздар, already қолдандым, мен уже үй тапсырмасын жасап қойдым. Already деген көрдіңіздер, болды. Have,
екеуінің ортасына келеді, бірақ етістік пен мынау have-ның ортасына. Мен уже үй тапсырмасын жасап қойдым. Маңызды нәрсе не? Қазіргі результат. Үй тапсырмасын жасап қойдыңыз. Қашан жасағаныңызды, қанша уақыт бойы жасағаныңызды бұл жерде айтпайсыз, иә? Маңызды қазіргі результат. Немесе he мен жасап көрейік. He не қолданады? Has. Шатастырмаймыз, иә? He has already seen this film. See деген не еді? Seen деген see өттік, иә? See, saw, seen, иә? See, saw, seen. Мынау міне, үш формасы. Осы жерде үшінші формасы керек болады. He has already seen this film. Ол уже осы фильмді көріп қойды. Қарап қойған. Маңызды болған нәрсе не? Ол көріп қойғандығы. Ол қайтадан көргісі келуі мүмкін, немесе уже айту мүмкін күшті кино деп айтуы мүмкін. Маңыздысы нәтиже. Сол кезде сол үшін біз present perfect шағын қолданамыз. Немесе айту мүмкін, I saw this film last week десе, бұл нақты уақытын айтады. Бұрында көріп қойғандығы. Ал мына жақтағы қазіргі нәтижесін айтып тұр. Сондықтан he has already seen this film дейді. Келесі just. Қазір ғана, только что. Мысалға, жанынан келтірсек болады. Мен қазір ғана үй тапсырмасын жасадым. Жасап біттім, иә? I have just done my homework. I have just done my homework. Мен только что, мен жаңа ғана үй тапсырмасын жасап қойдым, жасап біттім. Маңызды болған нәрсе не? Молодец, қазір бітіріп қойдыңыз, сол результат маңызды. Немесе she has just had breakfast. Мына жақта had немесе it деп айтсам да болады, it'сін болып кетеді. She has just had breakfast. Қалай аударылады? Ол только что жаңа ғана, қазір ғана таңғы асты ішіп алды. Мысалы айтасыз ғой, I have just had breakfast. Мысалы, тамақ жейсің ба десе, no thanks, I have just had breakfast. Мен жаңа ғана таңғы ас ішіп қойдым, ішіп алдым. Маңыздысы қазіргі результат, ішіп алғандығыңыз уже. Сол кезде осыны қолданасыздар. Одан кейін yet деген тағы да көбірек мысалдар беретін боламыз. Бұл көбінесе тек қана болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Мысалға келтірейік, I haven't, қазір болымсыз түрін айтқан кезде көбірек мысал беремін. I haven't done my homework yet. Бұл yet деген ең соңында келеді. Қараңыздар, already, just деген ортасында келсе, yet деген ең соңында келеді. Яғни мен әлі деген сөз. Yet, все еще. I haven't done my homework yet. Болымсыз түрде сөйлемдерді қолданады. Мен әлі үй тапсырмасын жасаған жоқпын. I haven't done my homework yet. Окей. Одан кейін жаңағы ever дегенді айттық, иә? Бұл жаңағы сұрақ қойған кезде қолданасыздар. Have you ever мысалға, have you ever been to Japan? Жапонияда болғансыздар ма? Have you ever been to Japan? Бағана айтқан сияқты, осы уақытқа дейін сізде өміріңіздегі өмірлік тәжірибеңіз, осы уақытқа дейін істеген, немесе істемеген нәрсеңіз. Жауап берген кезде мен болмадым әлі. I have never been to Japan. Мен ешқашан осы уақытқа дейін болып көрген емеспін. Сол кезде осыны қолданасыздар. Так, енді қараңыздар, since пен for, since және for, осыны нақты айтып кетейін. Бұл осы since пен for деген негізі көбінесе неде қолданады? Present perfect continuous деген шақты өтеміз. Сол кезде қолдансаңыздар болады. Яғни бұл ұзақтықты білдіреді, жалғасып жатқандықты білдіреді. Мысалға айтасыздар ғой, мен ағылшын тілін үйреніп жүргеніме мысалға 5 ай болды. Немесе 5 ай бұрын қай ай болды? Мысалға декабрь десе, мысалға декабрьдан бері деп айтқыңыз келсе, онда since қолданасыз. Қараңыздар, for деген іс-әрекеттің қаншалықты ұзақ болғандығын көрсетеді. Мысалға, for 10 years, 10 жыл бойы, for 15 minutes, 15 минут бойы,
9 months. Yeah, for 9 months. 9 ай бойы. For 20 years. I have known my friend for 20 years. Мен 20 жыл бойы білемін. For the rest of my life. Бүкіл өмірім бойы оны білемін. Яғни бұл ұзақтықты білдіреді. Қанша уақыт бойы екен. Ал since деген сол ұзақтық бар ғой, қанша жыл бойы екен. Соның басталған уақытын көрсетеді. Қай уақыттан бері екен. Мысалға, since last Tuesday. Өткен сейсенбіден бері, вторниктан бері. Since January. Январдан бері. Since 2001. 2001 жылдан бері. Since the Middle Ages. Орта жастан бері. Since 6:30. 6:30-нан бері. Яғни сол ұзақтықтың басталған уақыты. Мынау ұзақтық, соның басталған уақыты since болады. Жақсы, бұны мысал ретінде берген кезде жақсырақ түсінікті болады. Жаңағы айтқан I have мысал айтайын, I have lived, күшті мысал мысалға. I have lived in Алматы, мысалға айтайын, Алматы. I have lived in Алматы for, мен мысалға 2012 жылда бардым. 2012 жылдан бері мен 8 жыл болды. For 8 years. Яғни бұл жерде for деген ұзақтықты білдіреді. Мен Алматыда тұрып жатқаныма 8 жыл болды. Немесе бұны басқаша қалай айтамыз? Басталған уақытын қалай көрсетеміз? Яғни 8 жыл бұрын қай жыл болды? 2012. Сол кезде біз since 2012 деп айтсақ болады. I have lived in Almaty for 8 years. Мен Алматыда тұрып жатқаныма 8 жыл болды. I have lived in Almaty since 2012. Мен Алматыда 2012 жылдан бері өмір сүріп келе жатырмын. Жаңағы айтқан сияқты I have known, білу, know, knew, known. I have known my friend, мен досымды біліп келе жатқаныма, мысалға айтайын, тоже 2015 жылдан бері білем, since 2015, мен 2012 жылдан бері білемін. Енді 2015 жылдан бері қанша жыл? 5 жыл өтті. 5 жыл бойы білемін деп айтқым келсе қалай айтамын? I have known my friend. Дұрыс. For 5 years. I have known my friend for 5 years. Айырмашылығы осы. Біреу ұзақтықты білдіреді. Біреу ұзақтықты білдірсе, екіншісі оның қай уақыттан бері екендігін білдіреді, since деген. Бұл жақсы түсінікті болды деп ойлаймын. Болған тек қана көбірек жаттығу жасап, көбірек мысал келтіретін болсаңыздар, ол түсінікті болады. So, I have already done my homework. He has already seen this film. I have just done my homework. She has just had breakfast. I haven't done my homework yet. Have you ever been to Japan? I have never been to Japan. I have lived in Almaty for 8 years. I have lived in Almaty since 2012. I have known my friend since 2015. I have known my friend for 5 years. Мен досымды біліп келе жатқаныма 5 жыл болды деп осылай айтасыздар. Осы жерге дейін сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді тағы да сұрақ болуы мүмкін, past simple мен present perfect айырмашылығы қалай? Екеуі де өткен шақта болған іс-әрекет. Бірақ та мен жаңа айтқан сияқты біреуі қазіргі уақыттағы результаты маңызды. Енді қараңыздар, past simple'да қалай еді? Қайтадан еске түсірейік. I was at home yesterday. Бұл жерде нақты уақыт болады. Мен кеше үйде болдым. I did my homework. Кешен арғы күндігін еске түсірейікші. The day before yesterday. Кешенің арғы күні мен үй тапсырмасын жасап қойдым. Болды, бұл бітіп болған іс-әрекет бұрында. Немесе I saw her. Өткен деген қалай айтатын едік? Last month. Мен оны өткен айда көрдім деп нақты бір сіздерде уақыт болады. Немесе 2 күн бұрын деп қалай айтамыз?
2 days ago. Осыны ұмытпаңыздар, иә, өткен нәрсені бекітіп отырыңыздар. 2 days ago. Яғни, бұл жерде past simple, иә, бұл past simple болды. Past simple. Өткен шақта аяқталып қойған нақты бір іс-әрекет. Бір нақты уақытты білесіздер. Енді present perfect ше. Present perfect. Енді кішкене нақты түсініп келе жатырсыздар деп ойлаймын. Present perfect деген бұл бұрында басталған іс-әрекет, бірақ қазір результаты бар. Мысалға, және дабыл сөздерді білу керексіздер, иә. Қатты қиындатқыларыңыз келмесе, осы have, already, just, yet, since, for, ever деген жаттағаныңыздар болды, иә. I have just, только что, иә. I have just called her. Call деген қалай? Қоңырау шалу, біз өттік бұны жа. I have just called her. Мен оған жаңа ғана қоңырау шалдым. Ол енді 5 минут бұрын болуы мүмкін, 10 минут бұрын болуы мүмкін. Бұл жерде нақты уақытын айтсаңыз, онда past simple болып кетеді. Мысалға, I called her 10 minutes ago деп айтатын болсаңыз, онда ол өткен шақ болып кетеді. Ал мына жақта уақыты маңызды емес, қазіргі уақыттағы результаты маңызды. Тағы да, I have already finished my homework. Я қазір жаңалық ретінде, жаңа ғана аяқталған іс-әрекет деп айттық. Жаңалық ретінде айтасыз, oh, teacher, or мамаңызға, mom, I have already finished my homework. Мен уже үй тапсырмасын бітіріп қойдым. Қазір бөлісіп отырсыз бір жаңалық ретінде. Ал енді өткен шақта айтсаңыз болады, I finished my homework yesterday. Мен кеше үй тапсырмасын бітіріп қойдым. Деп бұл жердегі қазіргі уақыттағы результаты маңызды. Одан кейін never менде, мысалға, I have never seen her. Мен оны ешқашан көрмегенмін деп айтқыңыз келсе, осы қолданады. Енді тағы бір нәрсені толықтырып кеткім келеді. Бағанағы сіздердің біз өткен since және for болды, біреу ұзақтықты, біреу қай уақыттан басталғандығын білдіреді. Яғни қаншалықты ұзақ екенін білдіреді. Оған біз қалай сұрақ қоямыз? How long дейсіздерді сұрақ қоя бересіздер. How long have you known your friend? Сен досыңды қаншалықты ұзақ уақыт білесің? How long мен сұрақ қоя саласыздар. How long және сұраулы сөйлемді жасай бересіздер. Жауап бергенде қалай жауап беретін едік? I have known my friend for 2 years. 2 жыл болды мен досымды біліп келе жатқаныма. Бұл негізі, бұл for дегендер present perfect'те белгілі бір етістіктермен қолданады. Көбінесе бұл present perfect continuous жағымен қолданады. Алдыңғы сабақтарымызда оның екеуінің айырмашылығын нақты көрсетіп беретін боламын. Жалпы осы бір қайталап шығайық. Past simple and present perfect. Past simple. I was at home. I did my homework the day before yesterday. I saw her last month. Or I saw her 2 days ago. But when we used present perfect, we used this one. I have just called her. I have already finished my homework. I have never seen her. How long have you known your friend? I have known my friend for 2 years. Okay, very good. I think everything is clear. Clear деген бұл анық. Бәрі түсінікті, анық деп ойлаймын. Енді болымсыз түрін жасауын бағанада арасында бір қолданып кеттік. Present perfect'та болымсыз сөйлем жасау үшін have-дан кейін not қоя саласыздар. Мысалға, мен әлі жасамадым. I haven't done. Қысқашасы haven't. Немесе I have not done. I haven't done. You haven't done. We haven't done. They haven't done. He hasn't done. She hasn't done. It hasn't done. Және жаңа сіздерге айтқан дабыл сөздердің қайсын болымсыз түрмен қолданамыз? Қай түрін болымсыз түрмен қолданамыз? Yet болған кезде, мысалға, жаңа айттық, мен әлі үй тапсырмасын жасамадым деп қалай айтамыз? I haven't done my homework. I haven't done my homework yet. Соңынан қоя саласыздар болды. Yet. I haven't done my homework yet. Мен әлі үй тапсырмасын жасаған жоқпын. Немесе, he мен жасайық. He haven't деп жүрмеңіздер, He hasn't, has not деген сөз ғой. He hasn't finished
finished it yet. Әлі бітірген жоқ бір нәрсені. It дегенді мысалы project, homework деп қолдана берсеңіздер болады. Тағы да айтайық, мысалы мен I haven't for example, мен әлі Парижда болып көрмедім деп қалай айтамын? Дұрыс. I haven't been to Paris. Мен осы уақытқа дейін әлі Парижда болған жоқпын. Енді қараңыздар, бұл жерде бағана айтқан сияқты I have never деп айтсаңыздар болады. I have never been to Paris. Бұл жердегі айырмашылығы never болған кезде бұл өзі де уже болымсыздық мағынаны болып беріп тұр, ешқашан деп. Сондықтан not қолданбайсыз. I have. Бірақ мына екеуі бірдей мағынаны білдіреді. I haven't been to Paris or I have never been to Paris. Екеуі де мағынасы мен ешқашан Парижда болып көрмегенмін деген мағынаны білдіреді. Тағы да бір мысал келтірейік. She не қолданады? Hasn't болады. Ол әлі қайтып келген жоқ. Қайтып келу деген come back. She hasn't come back. She hasn't come back yet. Ол әлі қайтып келген жоқ. Не үшін come деп шатастырып тұрған жоқ шығарсыздар, жаттадыңыздар деп ойлаймын. Come екінші формасы came болады, үшінші формасы қайтадан come болады. Осы кезде сіздер үшінші формасын қолданасыздар. Так. Енді арата кеттік. Арата жалғастырайық. Қалай? Енді бір қайталап өтейік. I haven't done my homework yet. He hasn't finished it yet. I haven't been to Paris. I have never been to Paris. She hasn't come back yet. Қателесіп кеттім, She hasn't come back yet. Енді сұрақ жасау үшін қалай жасаймыз? Have and has-ді алдына шығарасыздар. Жаңағы have you ever мен сіздерге уже көрсетіп қойдым, Уже көрсетіп қойдым. Қалай айтам? Нажам жасылайшы, соны жазым кетіп тұр. I have already көрсету деген show. I have already showed you. Мен сіздерге уже көрсетіп қойдым бұны, Have you ever дегенде мен сіздерге уже көрсетіп қойдым деп айтқан кезде осы шақты қолданасыздар. Міне өмірде қай кезде қолданады деп таңғалып отырсаңыздар. I have already showed you. Мен сіздерге уже көрсетіп қойдым. Мысалы, уже айтып қойдым. I have already. Мен жаңа ғана көрсеттім ғой сіздерге деп айтқан кезде қалай айтам? I have только что жаңа ғана. I have just told about it. Told деген айтып беру. Мен сіздерге жаңа ғана ол туралы айтып бердім деп қолдансаңыздар болады. Қайтып келейік. Сұрақ болған кезде have and has-ді алдына шығарамыз, Have you done? Енді ever қолдың міндетті түрде емес, Тек қана былай да жасай берсеңіздер болады. Мен мында қойып қойдым. Так. Сұрақ қойымыз. Мысалға Have you done your homework? Have you done your homework? Қараңыздар, yet деген сұрау сөйлемінде де қолданса болады. Сен әлі жұмысын жасадың ба, жасамадың ба деген мағынада. Have you done your homework yet? Сен үй тапсырмасын жасап қойдың ба? Енді yet сізді қолданса да болады. Have you done your homework? Сен үй тапсырмасын жасадың ба? Немесе бағана сіздерге айтқан have you ever деген жаттағаныңыздар, көп қолданады осы. Have you ever? Осы уақытқа дейін жасап көргенсің бе, жеп көргенсің бе, ішіп көргенсің бе деп көп қолданады. Have you ever? Мысалға сен музейге барып көргенсің ба? Have you ever? Енді посещать дейді ғой, барып көру. Have you ever visited museum? Have you ever visited museum? Сен музейге барып көргенсің ба? Немесе тағы да қандай мысал келтірейік? Сен бір атақты адамды кездестіргенсің ба? Кездестіру деген meet, Have you ever met celebrity? Celebrity деген бұл атақты адам. Звезда, жұлдыз. Have you ever met celebrity? Мен кездестірдім ба? Кездестірмеген сияқтымын. No, I have
Yeah. No, I have never met celebrity. Мені ешқашан атақты адамды кездестіріп көрген жоқпын деп осылай айтсаңыздар болады. Жақсы, айтылайық. Have you done your homework? Have you ever visited museum? Have you ever met celebrity? No, I have never met celebrity. Енді бұл жерде де бір арнайы сұрақ жасағыңыз келсе, онда мыналарды алдына қоя саласыздар, мысалға, сен қай жерде болып көргенсің? Немесе осы уақыт бойы қай жерде болдың деген кезде, мына бір мысал келтірейік. Енді көбінесе бұл бүйтіп сұрақ қойылмайды, қатты жиі кездеспейді деген ғой. Былай қойсаңыздар болады. Where have you been all this time? Бұл жерде де мынау all this time деген сөз осы present perfect шағын бір тамаша сипаттап тұршы. Өйткені қараңыздар, осы уақыт бойы, бұрыннан бері қазіргі уақытқа дейін сен қайда болдың? Сен маңызды емес, мысалы, кеше қайда болдың, оны арғы күн қайда болдың деп сұрамайды. Осы уақыт бойы қайда болдың? Қазіргі бір ұстап сұрап отыр, сен қайда болдың? Where have you been all this time? Where have you been all this time? Осы кезде осы present perfect шағын қолданылады. Енді қараңыздар, бұл кішкене күрделірек шақ болғандықтан басынан бастап ағылшынша, тек қана ағылшынша толық бір тез қайталап шығамыз. So, present perfect. Present perfect. Past simple. I did my homework yesterday. I went to the cinema last week. I listened to music. Present perfect. We should know the third form of verb. Do, did, done. I have done my homework. Okay? If you see have and third form of verb, it is present perfect. So how do we form the present perfect? We need have and has and the third form of verb. I have done. You have done. We have done. They have done. He has done. She has done. It has done. When do we use present perfect? And what is most important here is that the result, it is now, action, it's finished, and time, it's not important. So the action started in the past, and the important thing is the result now. So it is recently finished action, news. Жаңа ғана аяқталған бір сәрекет, бір жаңалық қылдырып айтып отырған кезде. Oh no, I have lost my keys. I have just left my phone. Or the second use, we can use when we talk about action started and still happening. Бұрында басталып, әлі болып жатқан, жалғасатын. He has known his friend for 2 years. Ол досын біліп келетқаны 2 жыл болды. Or for example, he has known his friend since 2018. So, the third is, have you ever, when you talk about life experience, have you ever been to London? Yes, I have been to London. No, I haven't been to London. No, I have never been to London. Have you ever eaten sushi? No, I have never eaten sushi. Have you ever read Абай-жолы? Yes, I have read. The time markers already, just, yet, recently, ever, for, since. For example, I have already done my homework. He has already seen this film. I have just done my homework. She has just had breakfast. I haven't done my homework yet. Have you ever been to Japan? I have never been to Japan. I have lived in Almaty for 8 years. I have lived in Almaty since 2012. I have known my friend since 2015. I have known my friend for 5 years. So what is the difference between past simple and present perfect? Past simple, we know the exact time. Нақты уақытын білеміз. I was at home yesterday. I did my homework the day before yesterday. I saw her last month, or I saw her 2 days ago. But in present perfect, the important thing is result now. Ең маңызды нәрсе қазіргі уақыттағы результат. Бірақ әрекет бұрыннан бері болып келе жатқан. I have just called her. I have already finished my homework. I have never seen her. How long have you known your friend? I have known my friend for 2 years. How do we form negative form? We just add not after have. I haven't. I haven't done. You haven't done. We haven't done. They haven't done. He hasn't done. She hasn't done. It hasn't done. For example, I haven't done my homework yet. Remember that we use yet with negative sentences. Болымсыз сөйлемдермен қолданамыз, present perfect'те yet деген. Немесе сұраулы сөйлемдермен.
He hasn't finished yet. I haven't been to Paris. I have never been to Paris. She hasn't come back yet. How do we form the questions? Yeah, I have already showed you. I have just told about it. When we make questions, we firstly use have and the subject. Have you done? Yeah, or we use ever. For example, have you done your homework? Have you ever visited a museum? Have you ever met celebrity? No, I have never met celebrity. Or in special questions, you put firstly the questions here. Yeah. For example, where have you been all this time? Жақсы, тамаша. Сонымен осы present perfect жағын аяқтаймыз. Мына кестені сіздерге ұсынамын. Time markers, болымды сөздің, болымды сөз түрдің, сұраулы сөйлемді, арнайы сұрақты қалай жасаймыз. Және мына жақтағы ең маңыздысы бұл қай кезде қолданатындығымыз. Іс әрекет орнында басталған, ең маңыздысы қазіргі уақыттағы нәтижесі. Яғни кілтін жоғалтып алдым. Мен телефонды ұмытып кеттім. Мен үй тапсырмасын жасап қойдым деген. Or for since, қаншалықты ұзақ болғаны. Бұрыннан бері басталды, қазіргі уақыттағы результаты, нәтижесі маңызды. Қаншалықты уақыт, ұзақ уақыт біліп келдім деген сияқты. Бұл present perfect жағы кішкене енді күрделірек болуы мүмкін кейбіреулеріңізге, бірақ барынша қарапайым тілмен түсіндіріп бердім. Бұл жерде енді көбірек сіздерге тапсырма істеу керек болады, сол ғана жеткілікті. Сөйлемдер жасау керек, автоматты түрде қолданылғанға дейін, сұрақ қойылғанға дейін, және болымды сөйлем жасағанға дейін. Және мыналарды білсеңіздер, time markers. Already, just, yet, recently, ever, for, since көрдіңіздер ма? Бұл present perfect. Емін for мен since бұл небіде болуы мүмкін, басқа шақтарда болуы. Яғни perfect шақтарына байланысты. Осыларды жаттап алыңыздар. Үй тапсырмасын істеңіздер. Тесттерде жіберем. Тестті көбірек істеңіздер. Ішінде әртүрлі жағдаймен келеді. Мысалы have been, has been, одан бұрын әртүрлі контекстте келуі мүмкін. Сондықтан көбірек қолданыңыздар. Одан бөлек жаңа сіздерге айттым. Бұлар кинода да кездесетін негізі. Айтып жатады, көп айтып жатады. Осындай нені. Ал қорытындылайық. Негізі бұл Америкада. Бұл present perfect, past simple'ның екеуінің Ұлыбританияда көбінесе өстіп, күштілеп, айырып айтып сөйлейді, ажыратып. Америкада көбінесе олар шын айтса қатты маңызын бермейді. Осы present perfect'пен олар for since'ті қолданып тұр, олар past simple'мен де айта салуы мүмкін. Мысалға, I knew him for 2 years деп past simple'мен де айта салуы мүмкін. Бірақ енді сіздер академиялық ағылшын тілін білу керек болғандықтан, мысалы біреуіңіз тест тапсырасыздар, біреуіңіз IELTS тапсырасыздар, біреуіңіз магистратураға тапсырасыздар. Сондықтан бұны жақсы көңіл бөліп көбірек тапсырма істеңіздер. Жақсы, көріскенше.